Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз кәржілік артериясына тамыр соғу жиілігін анықтау. Мақсаты тамыр соғу жиілігін анықтау, қолдану көрсетілімі науқастың жағдайын бағалау, тамыр соғу жиіліктерін анықтайтын жерлер кәржілік артериясынан, ұйқы артериясынан, самай артериясынан, шат артериясынан, қолтық асты артериялар сияқты артериялардан анықтауға болады, ірі артерияларды. Дайындаймыз секундомерді, қызу парағын, қызыл пасты ручкамызды, антисептикті қауіпсіз жоюға және кәдеге жаратуға арналған контейнерді дайындаймыз. Іс-әрекет алгоритмі. Науқасқа ем-шара барысын түсіндіреміз, келісімін аламыз. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Арайлым. Мен осы бөлімшеде медбике қызметін атқарамын. Сіздің есіміңіз қалай? Рано Брюно. Сізді қалай атаған ыңғайлы? Рано Брюно. Рано Брюно. Сіздің қазір кәржілік артерияңыздан тамыр соғу жиілігін анықтаймыз. Келісіміңізді бересіз бе? Берейін. Келісімін алып болғаннан кейін қолымызды 111-ші бұйрыққа сәйкес антисептиксіз және антисептик деңгейде өңдеп аламыз. Науқасқа келеміз. Ыңғайлы отыруын сұраймыз. Bir жақ қолын аламыз. Кәржілік артериясына бас бармағымыз қолдың сыртқы жағында, екінші, үшінші, төртінші саусақтарымыз кәржілік артериясында тұруы қажет. Ең бірінші тамыр соғу жиілігін анықтап аламыз. Анықтап алғаннан кейін қалыпты жағдайда тамыр соғу жиілігі 60-80 болады. 60-тан төмен болуын брадикардия, 80-нен жоғары болуын тахикардия деп атаймыз. Тамыр соғу жиілігін анықтап алғаннан кейін секундомерді қосамыз. Тамыр соғу жиілігін санаймыз. 1 минуттың ішінде. Анықтап алғаннан кейін секундомерді өшіріп, науқасқа алынған нәтижені хабарлап айтамыз. Рано Брюно, сіздің тамыр соғу жиілігіңіз 68, қалыпты, сізге рахмет деп науқасқа хабарлап айтқаннан кейін қызу парағына тіркеп жазамыз қызыл пасты ручкамен.